ешкімнің ешбір еліміздегі ешбір әйелдің қауіпсіздікте екенін айта алмаймыз. Статусқа байланысты емес, қанша ақша табатынға байланысты емес, ұлтыңа байланысты емес. Не үшін бізде әйелдердің дауысы естілмейді? Не үшін бізде маңызды шешім қабылдау үшін міндетті түрде біреу өлу керек, міндетті түрде біреу жаңағы бүкіл ұлжан сияқты күш жігерін жинап бүкіл жүйемен күресу керек? Тек қана әйелдерге қатысты нәрсе емес қой. Бұл барлығымызға қатысты нәрсе. Және де заңның орындалмауы әрқайсымызға әсер етеді. Өйткені бүгін Ұлжанның заявлениесін қабылдамаса, ертең менікін қабылдамайды. Қаншалықты деңгейде бұл шынайы деп ойлайсыз? Не қолдау, лучше бы ты молчал. Ондайлар әрине көп, және популистер көп. Адекватты ер адам әрине келіспейді, әрине қарсы. Бірақ ол да жеткіліксіз. Сен қарсысың ба? Мен ондай емеспін. Мен әйелімді ұрып соқпаймын, балаларымды ұрып соқпаймын деп отыра бермей, үніңді шығару керексің. Сәлем достар, Ой детокс әлеміне қош келдіңіздер. Ой детокс таныс ойға тың көзқарас беретін подкаст. Өздеріңізбен біраз араға үзіліс салып, қайта қауышып, қайта естісіп жатқаныма қуаныштымын. Жалпы мені Инстаграм желісі арқылы бақылайтын достарым, таныстарым білет. Біраз уақыт Тасадағы әйелдер атты жобаны жүзеге асырдым. Одан қалса өзім жеке марафон жүгіріп өтем деп 6 айдай күш жігерімді соған жұмсадым. Сондықтан осындай үзіліс алды. Бірақ әдеттегідей қазір өздеріңізден қолдау күтемін. Менің арнама жазылыңыздар, жазылмаған болсаңыздар. Менің арнамда шығатын эпизодтарды қарап, біреудің көңілінен шығады. Қазір осы ақпаратты тыңдау ол үшін маңызды деп ойласаңыздар, міндетті түрде таратыңыздар. Себебі подкастты тыңдайтын және осы эпизод жарияланатын YouTube арнаның өзінің алгоритмдері бар. Өкінішке орай мен оған тәуелдімін. Сондықтан менің подкастымның танымалдылығы арту үшін, осы эпизод көп қаралым, тыңдалым жинау үшін міндетті түрде сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Ал енді көп сөзбай бүгінгі қонағым таныстырайын. Көптен күткен қонақ, менің әріптесім, подкастер, ютубер, интервьюер, жалпы өзінің күшті танымал арнасы бар, азаматтық позициясы бар азамат Тимур Балымбетов. Ой детоксқа қош келдіңіз. Рахмет, Анел, рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Біраз болды. Келіскелі, әйтеуір бір кездестік. Реті келді, уақыты келді. Айтпаңыз, мен сізден, Тимур, негізі сұхбат алып осы подкастқа шақырғым келгенге біраз уақыт болған. Данияр Қосназаровпен сіз өзіңіздің арнаңызда сұхбат жасағансыз. Сол кезде менде мынандай сұрақ туындады: неге Тимур? Бәлкім ол кезде ютуберлер көп болмады ма, қазіргідей сұхбат форматы танымал болмады ма, бірақ бәлкім сіздің өзіңіздің айтқыңыз келген ойыңыз болған шығар. Сондықтан сіз Даниярды есімде шақырып өзіңізден сұхбат алғызған болатынсыз. Сол кезде мен ойлағам, бір күні мен Тимурдан сұхбат аламын деп сол уақыттан бері дайындалып жүрмін. Бірақ кеше мен ол интервьюді таппадым. Мен ол интервьюді алып тастадым, өйткені ол сұхбатта қазіргі таңда бір қалай ескеріп кеткен ақпарат өте көп. Сондықтан жаңа сұхбаттар шығады. Ол өзімнің каналымда болғасын жаба салдым. Бар. Бірақ көрермен қазір оны таба алмайды, көре алмайды. Ол кезде өз арнамнан шығарған себебім, ол мен Гаккуден кеткен кезім, 20-шы жыл пандемия басталды. Үйленем деген кез, енді отбасымыздың алғашқы қадам бастап келе жатқан кез. Сондықтан мен өзіме бір есеп беру ретінде және де ішкі бір гештальттарымды жабу ретінде сондай бір сұхбат бергім келді. Бірақ сөздің шыны керек, ол кезде өзімді ешкімге тапсыра алмадым. Былай да қарадым. Маған жиі жазады: неге сіздің сұхбаттарыңыз жоқ, білгіміз келеді, қалай қалыптастыңыз, осы дегендей. Бірақ әрі қарадым, бері қарадым, қазір бар ғой, бірақ ол кезде өкінішке орай таба алмадым. Сөйтіп Даниярмен хабарластым, айттым, осындай бір идея бар, қолдайсың ба, қызық па деп. Ол мен дайындаламын деп, өзі дайындалып, сөйтіп істедік, шығардық. Не үшін алып тастадыңыз? Қазіргі сіздің көз қарасыңызға кереғар қандай да бір ойлар болды ма? Жоқ, ондай ойлар болған жоқ. Бірақ көбінесе телеарнаға қатысты, Гаккуге қатысты ол кездегі мен үшін сондай бір өзекті мәселе болып көрді. Бірақ қазір ондай болып көрінбейді уақыт өте келе. Сондықтан да мен ойладым, енді бір жаңа ауқымды сұхбат болса, мүмкін сіздің сұхбатыңыз сол болып қалар. Сол жерде маңызды нәрселерді тағы бір рет айтармын, немесе толығырақ, тереңірек ашармын ба.
деп сөйтіп жаба салдым әзірше. Оның үстіне Динарамен шыққан сұхбат шықты. Динар Сатчанмен, және де көрермен сол сұхбатты көреді ма деп ол ойдан да бір жағынан қолдау ретінде трафикті ана жаққа жіберу үшін сөйтіп те ысыра салдым. Жалпы сіз енді өзіңіздің сұхбаттарыңызға, сізге келген қонақтардың сұхбатына ревизия жасап тұрасыз ба? Қазір өзіңіздің енді жеке сұхбатыңызды жауып тастадыңыз, бірақ сізге келген қонақтарыңыздың сұхбатын жауып тастаған тұстар бар ма? Мен өзім ба? Екі рет болды. Біреуі сұхбат емес, біреуі неге недвижимостьке байланысты бір шыққан шығарылым болды, бірақ ол 3 жыл бұрын болғасын, ол кезден бері бағалары да, шарттары да бәрі өзгергесін, дезинформация сияқты болады да. Комментарийге қарасам, біреулер жазады, ой, ондай емес қой, неге алдайсыздар, қазір деген барсақ, мүлдем басқа дегесін, мен алдамай қойыңызшы, бір алдағандай болып көрінемін да, деп жауап тастадым. Екіншісі, Айдарбек Қожаназаровпен болған сұхбатты жауап тастадым. Депутат. Өйткені ол предвыборный кампания болған кезде келді, сұхбат берем, шарттарыңызға келсем деп, бірақ сұхбат барысында біріншіден айтқан нәрселері менің көзқарасыма өте қайшы, және де мен ондай көзқарас таратқым келмейді, біріншіден. Екіншіден, сұхбат біткеннен кейін, мынаны алып тастайсыз ба деп сұрағаннан кейін мақұл, мен енді берген сөзіме берікпін, сондықтан шығарам дегесін шығардым, компания біткеннен кейін алып тастадым. Сондай себеп. Одан артық ештеңені алған емеспін, қателеспесем. Мен енді ол сұхбатты көрдім, шын мәнінде маған сол кезде сіз маған бір жағынан енді ұпайыңыз сәл төмендеген сұхбат болды да, себебі мен ойладым, қалай ол саяси кампания аясында осындай, оның үстіне енді республика партиясы, оның алдында басқа қозғалыс болды, соның атымен жамылған партияныға сөз берді, алаң берді деп таңғалғанымды жастырмаймын. Өйткені өзімде сұрақтарым болған, және де сол сәтте көптеген сұрақтарға мен енді сұхбаттарым астарлы ғой. Бұлай тура бетке басып айтпаса да, түсінетін адам түсінеді. Мен де қонақтарымды кейде тек сұхбат барысында ғана түсінемін. Кейбір нәрселерді байқап қаламын. Сөйтіп кейде мына енді стоп снято дегенде өкініп қаламын. Бірақ шығарам дегесін шығаруға мәжбүрмін. Ондай да болып қалады. Енді біз сұхбат жайлы әңгімелесіп кеткеннен кейін осы сарынды жалғастыра берейік, себебі бізде интервьюерлер өте аз, сапалы контент жасайтын, оның үстіне қонақтарына үлкен мән беретін. Мен мысалы әлемнің түкпір-түкпірінде тұратын құрбы қыздарым бар, сосын айтып жатырмын, мен Тимур Балымбетовті шақырам десе бәрі, вау, сізге өте позитивті комментарий берген, өте эмпатиясы жоғары, мәдениетті, тіпті бір құрбым жазыпты, Тимурды клонировать ету керек. Копи-паст жасау керек, осындай жігіттер керек бізге деп. Осы ретте сіз шынымен сұхбаттарды өте интеллигентно жүргізесіз, этиканы қатты ұстанасыз. Қонақтарды қалай таңдайсыз? Сізде, мысалы, мен Яна Шойбековамен болған сұхбатты көрдім да, сіз енді басында оны бір бизнес-леди ретінде шақырғаныңызды сөйтіп ойладым. Қазір біз бизнес жайлы айтамыз, қандай да бір көрсеткіштер жайлы айтамыз дегенде, бірақ сіз оның адами болмысын аштыңыз да. Мысалы, көп ондай сұрақтарды бәлкім сіз алдын ала солай жоспарладыңыз ба, себебі өмірінде ондай нәрселер болып жатқанын білгеннен кейін ақырын соған алып келді ма деген менде бір жағынан ой болды. Екінші жағынан сондай өткір тақырыптарды аша отырып, қалай сіз енді бірнеше рет айттыңыз, егер мен сіздің жеке шекараңызды өтіп жатсам, ыңғайсыз сұрақ қойып жатсам, алдын ала кешірім сұраймын деп. Бірақ сонда да сіз өзіңіздің көкейіңіздегі сұрақтарды қойдыңыз. Бұған сіз қалай келдіңіз? Қалай үйрендіңіз? Жалпы бұл сізде туа біткен қасиет па, немесе сіз бәлкім психологқа барып сондай бір нәтиже оқуын оқыдыңыз ба, нәтижеге қалай жеттіңіз осындай? Қонақтарды таңдауға келетін болсақ, өзіме қызық адамдарды шақырамын біріншіден, және де өте жиі мен танымайтын адамдарды шақырамын өзіме. Кейбіреулер ойлайды, тек достарын ғана шақырады, шоу-бизнестегі адамдарды ғана шақырады. Оның себебі, олай көрінетіннің себебі, медиа тұлғаны шақырсаң, оны ютубта шығарып жібереді да бірден, және ол көпшілікке көрінеді. Ал егер де мен ғалымдарды шақырсам,
диетологты шақырсам, психологты шақырсам, ол өте жиі мен ойлағандай, мен үміттенгендей тарамайды да. Сондықтан сондай бір сырт көзге солай көрінеді кейде. Сондықтан мен осыдан 2 жыл бұрын ба шештім, медиа тұлғалар келеді, бірақ олар менің басты кейіпкерлерім болмайды. Олар өзіңіз де түсінесіз ғой, трафикті ұстап тұру керек. Жасыратыны жоқ. Әрине мен әншіні шақырсам, актер, актрисаларды шақырсам, оларды көбірек көреді халық, өйткені жеке өмірлері қызық, немен айналысып жүргендері, қанша табатындары қызық. Әрине өзіме ол аса бір қызықтыратын нәрсе деп айта алмаймын. Соның өзінде басқаша ашуға тырысам, басқа қырынан көрсетуге тырысам. Көзқарасы қандай, азаматтық позициясы бар ма негізі, үйде қандай екен, тек қана мен сөйлескенде адамның көзіне қарап сөйлесем ғой. Мен телефонға қарап сөйлеспеймін ешкіммен, басқа бір нәрсені ойлап отырып сөйлеспеймін. Сұрақты қойдым да, жауабын соңына дейін тыңдаймын. Және де жауабында өте жиі көптеген кішкентай крючоктарды көремін. Сөйтіп ары қарай тартам. Сөйтіп та кейде мен білмеген нәрселер шығып қалады. Мен күтпеген, мен дайындалмаған нәрселер болып қалады. Және де сен процесте болсаң, сен толыққанды 100% қазір мына моментте отырсаң, сен оны байқайсың. Егер сенің ойың басқа жерде болса, сенің ойың тек хрон болса, тек мына 15 сұрағымды қойып ары қарай кете берсем болса, нағыз әңгіме, нағыз дискуссия, нағыз эмпатия, нағыз эмоция болмайды ол жерде. Жаңағы сіз сұрап отырған қалай қалыптасты десеңіз, ол үйден, әрине. Мен негізі бала кезімнен сезімтал болғанмын. Мысалы үшін інім бар, біз өте әртүрліміз, бірімізге ұқсамаймыз. Бірақ ол да енді жасы келгесін қазір көптеген нәрсеге назар аударып жатыр. Бала тәрбиесінде әсіресе жұбайымен, жарымен қарым-қатынасында кәдімгідей өсіп келе жатыр. Ол да мені өте қатты қуантады, керемет нәрсе. Жастарыңыздың айырмашылығы қандай? 5 жыл айырмашылық бар бізде. Сонымен енді көбінесе біз анамызбен өстік, өйткені ата-анамыз мен мектеп бітірмей тұрғанда ажырасқан, жоғары класстарға барып оқып жүргенде. Бірақ соның өзінде бірге тұрмаған кездер болды, біз бірге тұрмаған кездеріміз болды. Мен әжеммен тұрған кезім болды бірнеше жыл, осы бір 12 мен 15 жастың аралығында, қателеспесем 11-12-де басталды. Сөйтіп, білмеймін, градусты сезетін сияқтымын негізі. Атмосфераны сезет деген адамдар бар ғой, сол сияқты. Мен бір танысым бар, сол айтады, мен термометр сияқтымын. Бір жаққа кірем ба, бірден түсініп отырамын. Мына жақта напряжение, немесе мына жақта өте сондай өзімді жақсы сезінемін дейтіндей. Ешқандай қауіп жоқ, қауіпсіз атмосфера. Және де менің тырысатыным сол, қауіпсіз атмосфераға қонақтарымды шақыру. Мен ұсынам, олар ол ұсынысты қабылдайды, немесе қабылдамайды. Өйткені менің қоятын сұрақтарымда мен тарс еткізіп бірден қоя салмаймын ғой. Драматургия сияқты біртіндеп біз қиын, күрделі мәселелерге әкеліп енді тіреледі ақыр соңында. Сол кезде егер мен жұмысымды дұрыс істеген болсам, қонағым дайын болады. Егер де мен асығып бір нәрсе дұрыс істемесем, жабылады, ашылмайды. Ондай сәттерде болған, әсіресе басында. Психологияға келетін болсақ, ресми ешқандай бір оқыдым деп айта алмаймын, бірақ 2004 жылы Америкаға барып, 2 айға созылған психологияға арналған курстан өттім. Біріншіден өзім үшін, және де өзіме өте қатты көмектесті, өмірімді өзгертті десем болады. Көптеген өзімнің ішімдегі травмаларды анық ретінде көрдім, солармен жұмыс істей бастадым. Жасым ол кезде 21-де. Сол кезде ойлайтын едім ғой, неге мен осындай нәрсені бұрын білмедім деп. Қазір қарасам 20 жыл өтіп кетті арада. Және де әрине Құдайға мыңда бір алғыс, шүкір, сол кезде осындай концепциялармен негізі таныс болғаным, жұмыс істей бастағаным. Достарыма баруға көмектескен, оқуға көмектескен көп рахмет. Соның барлығы бірге әсер ететін сияқты осы сұхбаттағы стильге, вайбқа, және де қонақтарымның сөйтіп ашылатындарына. Яныны менде бизнес-леди ретінде шақырам, қалай көтерілді деп сұрайым деп ойлағам, бірақ бір мұң көрінді көзінен. Бір мұң көрінді. Сосын былай қарайым, Инстаграмын зерттеймін. Соңғы кездері ешқандай
отбасына қатысты нәрсе салмайды, алдында көп салатын еді. Сөйтіп біртіндеп енді білдім шет жағасын, сосын мен дайындалам, білетін адамдардан сұраймын, кейде хабарласам. Осындай менің бір іштей бір нем бар, күмәнім бар, солай ма, олай емес па, конфиденциалды түрде ешкімге айтпаймын, сен айттың деп дайындалам. Сөйтсем солай болып шығыпты, және ол кісі де оған рахмет, Янаға, Яна сәлем, рахмет саған, қазір Америкада үлкен жоба бастап келе жатыр сол жақта. Яна да өте батыл қыз, өйткені әсіресе қазір не болып жатқанын көріп тұрмыз ғой. Мына соңғы жағдайларға байланысты ешкімнің, ешбір еліміздегі ешбір әйелдің қауіпсіздікте екенін айта алмаймыз. Статусқа байланысты емес, қанша ақша табатынға байланысты емес, ұлтыңа байланысты емес екенін барлығын түсініп отырмыз. Және де Янаның сол кезде бөліскені, комментарийге қарасаңыз, көптеген әйелдерге кәдімгідей күш берді, жігер берді. Өздерінің өмірінде болып жатқан сондай жағдаймен жұмыс істеп бастауға негізі. Сол үшін Янаға көп рахмет. Иә, енді қазір болып жатқан жағдайға әрине міндетті түрде ораламыз, бірақ мынау сұхбат жайлы тағы бір ойымды айта кетсем, мысалы мен де енді сұхбатқа дайындаламын ғой, және ой детокстың негізгі мақсаты, мен барлық жерде айтамын, ол адамды емес, маманды ашу. Яғни мен шақырғанда маман алдыма келгеннен мен оның жеке өмірінде не болып жатыр, үйленген ба, балалары бар ма, жаңағы отбасы бар ма деген сияқты мәселелерге көп көңіл бөлмейтінмін. Сосын мен мысалы сіздің сұхбаттарыңызды жиі қараймын ғой, өзім сұрақ қоямын. Неге, Айнель, сен адамдарды адами тұрғыдан ашуға қорқасың? Енді ол бір қорқыныш қой. Себебі меніңше сен біреуді ашу үшін өзің де ашылуың керек сияқты да. Ол енді жаңағы айтады, жолдың двухсторонний движение дейді ғой, сен біреуге қарай қадам жасасаң, біреу саған қадам жасау үшін сен де оған қадам жасауың керек. Меніңше менде өзімде бір сондай әлі толыққанды біреуді ашу үшін өзім ашыла алатындай деңгейге жетпеген сияқтымын. Бұл жерде сіз енді отбасыңызды ашық көрсетесіз, өміріңізде болып жатқан кезеңдерді ашық айтасыз, сұхбаттарға барасыз. Сұхбаттарға барудың өзі ол қандай да бір деңгейде ашылу ғой, аудиториямен жақын түсу. Мысалы Динарамен болған сұхбатыңызды қарадым мен. Мен көп күттім сол Динараның болған сұхбатынан. Ол жерде мен ештеңе айта алмаймын. Қойылған сұрақтарға жауап бердік біз. Иә, білем. Бір сіз толыққанды маған ашылмағандай болды. Өйткені одан кейін мысалы Али Оқаповпен болған сұхбат өте керемет шықты да. Мен Динараны жаңа қырынан аштым, Алиді жаңа қырынан аштым. Ол бір сізді сондай деңгейде енді мен көре алмадым сол жерде. Сосын дөп сөзді де қарап шықтым. Дөп сөздің жігіттерімен болған эпизодта да маған бір нәрсе жетпей қалғандай болды. Ол жерде де өте күшті ойлар айтылды. Жаңағы тәрбие жайлы, әкенің қоғамдағы рөлі жайлы. Сондықтан енді менен көп сұрайды, сіз қонақтарды қалай шақырасыз, қонақтарды қалай ашасыз дегенде мен үнемі айтамын, Тимурды қараңыздар, Тимурды зерттеңіз. Өйткені сұхбат өте көп. Адамдармен қалай жұмыс істеу керек, қандай сұрақ қою керек, бұл жерде. Мен енді сіздің бетіңізге мақтағаным емес, меніңше бұл өте үлкен жұмыс. Және мысалы осы ретте сіздің жаңа Евразия арнасында дастархан бағдарламасын жүргізетіңіз маған диссонанс туғызады да. Неге? Өйткені сіз ютубта өте салмақты тақырыптарды көтересіз. Тіпті мынау зорлық зомбылық мәселесі де ол сіз кеше ғана көтерген нәрсе емес. Ол сіздің бүкіл, егер сұхбаттарыңызды қарайтын болсаңыз, адамдарды сөйлескенде әйтеуір айтылатын тақырыптардың бірі. Өйткені жаңа сөзіңіз айттыңыз ғой, ол лауазым да таңдамайды, әлеуметтік жағдай да таңдамайды. Өкінішке орай әйелдер көп соқтығысатын мәселе. Ал дастархан меніңше мысалы Евразия арнасына мен өкпем бар да, мысалы. Сізді сондай сапалы, керемет контент жасайтын, салмақты интервью жасайтын адам ретінде шақырмай, жаңағы кешке көңілді отыр. Енді ондай болмасын демеймін, бірақ меніңше
республикалық арналарда осындай бағдарламалар жүру керек, ол ютубта сіздің жеке қаражатыңызға, жеке уақытыңызға жасалатын дүние болмау керек деген ойдамын. Ол енді маған айтылатын мұң емес шығар, өйткені бірақ өзіңіз ойламадыңыз ба, мен неғып дастарханда отырмын осы үлкен арнада деп? Жоқ, мен ол сұраққа нақты жауап берейін. Ол жұмыс, және де ол біздің отбасымыздың бюджеті. Өйткені телеарнада жұмыс істесең, әсіресе сен телеарнаға танымал жүргізуші болып келсең, онда сенің алатын табысың жоғары болып келеді. Менің 2 балам бар, отбасым бар, сондықтан бұл жақта мен бір этикалық қателік өзім үшін менде талқыладым, көрдім. Этикалық бір қателік таба алмадым, бар деп айта алмаймын. Ойын-сауық формат жаман формат емес, жеңіл формат өте жақсы, және де ол мүлдем басқа аудиториямен жұмыс істейтін сияқтымын ол арнада жұмыс істегенде. Себебі мысалы үшін маған жақындап танысып суретке түсетін адамдар 2 категорияға бөлінеді. Біреулері шығарылымға рахмет, соңғы шығарылым күшті болды, көрдік, өте керемет тақырыпты көтердіңіз дейтіндер, ол YouTube. Және де үлкен кісілер, апатайымыз, біздің апаларымыз, ағаларымыз, ой рахмет, өткенде жеңіспен болған сұхбат күшті болды. Және де ауылдық аумақтарға, енді ауылға барсам, Қызылордаға барсам, дастарханды көп көреді, біледі екен. Сондықтан ол бір жағынан стратегия, 2 аудиторияны бірге алып жүру. YouTube'да білесіз, жастар. Қазір үлкен кісілер де көреді, бірақ олардың да YouTube'да көретіндері сол телеарнаға шығатын шоу, сериалдар, бірақ уақытылы көре алмаса YouTube'дан көреді, мысалы үшін. Әрине, маңызды, терең тақырыптарды көтеретін шоулар болу керек. Бірақ ол енді системаның, жүйенің, телеарналарда қалыптасқан жүйенің сондай бір, қалай айтамын, өзінің стратегиясы, саяси ұстанымы ғой енді ол. Бір қалыптасып кеткен жағдай. Рейтинг бар ма, көрсетеміз, рейтинг жоқ па, көрсетпейміз. Қазір қарасаңыздар, негізі телеарналарда сұхбаттар жоқ. 2 адам отырып сөйлесетін, подкаст форматы жоқ. Бұрын көп болатын, бірақ кейін телеарналар одан аттап кеткен сияқты. Себебі телеарнада қазір цензурасыз жұмыс істеу мүмкін емес. Қалай сен дайындалсаң да, қандай мықты болсаң да, сен бәрібір цензура болады. Бәрібір мына тақырыпты біз көтеруге бізде рұқсат жоқ дейді. Мынау спикерді шақырмаңыз деу мүмкін. Шақырмаңыз деу мүмкін, немесе мынаны қиып тастаңыз деу мүмкін. Себебі мемлекеттік тапсырыс деген нәрсе бар ғой. Мемлекеттік тапсырыс деген нәрсе, кеше Ақылдосжанов қой, фамилиясы. Ақылмен сөйлескенбіз, көптеген сериалдарды шығарып жүр, көптеген контентті. Оның да күйетіні сол. Госзаказ деген нәрсе, мемлекеттік тапсырыс, бізді құртты, біздің контентімізді құртты, біздің көрерменімізді құртты. Себебі егер мемлекет ақша төлеп мынаны шығар десе, онда тапсырыс беруші ретінде ол әбден сенен талап етуге мүмкіндігі және де қақысы бар. Телеарналар ол ақшаны алады, сондықтан да бағынады сол ережеге. Бағынғасын енді не дейсің? Бізге осындай сериалдар керек, бізге осындай шоулар керек, бізге қосылайық керек, қалаулым керек дейтіндей. Өткенде ең үлкен жоғары рейтинг ұстап отырған шоулар солар бірнеше жыл бойы. Мен үшін әрине түсініксіз. Ешқашан бір эпизодда бастан аяқ отырып көрген емеспін. Шыдамаймын. Менің нервный системам шыдамайды оған. Бірақ 5 сағатта отырып көретіндер көп. Не деймін мен оған? Енді сондай жағдай. Егер шақырып жатса барасыз ба арнаға? Қайда? Қазақстан арнасы, Хабар арнасы, жүргізуші ретінде. Шоуға байланысты, форматқа байланысты. Мысалы үшін дастарханда да менің бірнеше қойған талабым болды. Мысалы үшін мынаны істемеймін, мынаны айтпаймын, мынау болмайды деп айтқан болды. Мен шақыратын продакшн. Продюсерлер келісті. Бір-біріміз жақсы танимыз, және де берген сөздеріне оларды беріп, барлығы өте дұрыс. Солай. Бірақ басқа бір ұлттық арналарға шақырса, шоуға байланысты, контентке, форматқа және ықпалына байланысты. Егер де жақсы ықпал, жақсы инфлюенс бере алатын жоба болса, неге бармасқа? Кейде біз ойлаймыз ғой, ой, мысал үшін аутизм жайлы шығарылым болды менде. Өте маңызды тақырып, және де ақпарат
жоқ тақырыпта бізде, әсіресе үлкен қалаларда білсе, центр орталықтар болса, балалармен жұмыс істейтін, республика бойынша өте аз. Сондықтан да тәуіпке барады, балада жын бар дейді, не болса соны беріп емдейді, негізі информация жоқ. Соның өзінде, мысалы үшін, мен оны Болат Өтемұратов қорымен бірлесіп шығардым. Және соған тиіскен адамдар бар. Неге сіз мына кісінің атымен аталған организациямен, мекемемен жұмыс істейсіз деп. Сонда басқа жерде алыс аумақтарда тұратын балалардың қақысы жоқ па, олардың ата-аналарының қақысы жоқ па, бұндай ақпаратты, бұндай көмекті тегін алуға? Әрине бар. Және де мен ешқашан танысқан емеспін, білмеймін ол кісіні, бірақ мына істеп жатқан жұмыстары игі жұмыс, жақсы жұмыс, көптеген отбасыларға көмектескен, көптеген балаларды құтқарған жұмыс. Сондықтан мен тек ана артында мындай нәрсе бар ғой деп жоламауға қарсымын. Өйткені олай болса, онда Қазақстанда біз ештеңе істей алмайтын едік. Өйткені 30 жыл бойы барлығы Назарбаевтардікі болды. Онда біз немене, ана жаққа бармаймыз, мынаумен ұшпаймыз, мынаны ішпейміз, мына ресторанға бармаймыз, мына киноларды көрмейміз, мына кісілермен араласпаймыз, болып кетеді. Сонда болып кетеді. Енді шамалы қарау керек қой, терең үңіліп. Иә, дұрыс айтасыз. Осы енді бізде енді көп, мысалы, мынау қазір тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбы аясында да, мысалы, соңғы кейс, енді жалпы айта кетейін, мен Тасадағы әйелдер жобасын жасағаннан кейін 6 айдай осы жобамен жүрдім, сосын көбінесе спикерлер әйел азаматтар болды. Одан қалса подкастыма келген дердінде көбісі қыз келіншектер болғаннан мен оның үстіне Тасадағы әйелдер жобасын жасап жүргеннен кейін әйелдердің тақырыбынан алыс кете алмадым, үнемі сол тақырыпты қозғадым да. Маған елдің бәрі айтады, сен тек қана әйелдермен жұмыс істейсің, сенің площадкаң, сенің алаңың тек қана әйелдерге арналған деп. Сондықтан мен мысалы осы подкастқа қайта ораламын, кімді шақырамын дегенде көбінесе ер адамдарды шақырғым келді, ер адамдардың позициясын білгім келді, көптеген мәселелер бойынша. Және жаңағы мифті, Айнель тек қана әйелдерге сөз береді деген мифпен бір күресудің жолы болды. Бірақ енді өкінішке орай екеуміздің мысалы қазір сөйлесіп жатқанымыздың себебі де өте қайғылы жағдай. Ол Салтанаттың өлімі, ең жақын былай қарасаң, өзінің өмірін тапсырып, былай деп айтады ғой енді қазақта, сенген адамының қолынан қаза табу, енді әлі презумпция невиновности деген нәрсе бар, күдіктінің деп айтайық. Өкінішке орай, мен мысалы 19 жасымнан бастап үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істеймін. Алғашқы жұмыс орным ол дағдарыс орталығы болды. Сондықтан маған жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылық, әйелдердің күнделікті өміріндегі проблемалары, осал балалар, мүгедек балалар деген тақырып, ол мен үшін жаңалық емес. Мен осы ақпараттық ағында өмір сүріп келе жатқаныма өте көп болды. Және мынау Салтанаттың кейсі деп айтайға маған өте моральдық тұрғыдан үлкен соққы болды да. Себебі бәріміз оқып жатырмыз. Жылдан жылға жаңағы тіл білетін, диплом алған, шетел көрген азаматтардың қатары артып жатыр. Бірақ сен айналып келгенде жыл сайын көретін нәрсеңе, жыл сайын кезігетін проблемаңа кезігесің. Және менде шынымды айтсам, осы әйелдер тақырыбында жоба жасасам да, андай эмоционалды күш болмады пост жазуға да, қандай да бір реакция білдіруге де. Бірақ мен өзім әлеуметтік жауапкершілікті тексердім, шағын аудиториям болса да, сезінгеннен кейін пост жаздым, өзімді қинап жазғыздым. Бірақ іштей сонда сіз өзіңіз жазу керек деп сезіп отырсыз? Керек деп отырмын, бірақ менде күш жоқ қой жаңағы жерде, өйткені андай бір шарасыздық та, дәрменсіздік. Және ер кісілердің даусына деген тәуелділікті қайттан сезіндім да. Ол мені одан бетер жаңағы көңіл күйімді түсірді. Қазір енді сіз әлеуметтік желіде байқасаңыз, алғашқы шуды көтерген ол қыз келіншектер болды. Кейін бірнеше жаңағы сіз экстренный шығарылым жасадыңыз. Содан кейін ер азаматтардың дауысы
шыға бастады. Оның үстіне бірнеше белсенді осы салада ұзақ уақыт жұмыс істейтін Халида Жығолова деген сияқты, Әйгерім Құсайынқызы. Енді былай қарасаң, Не молчи ұйымы, олар айтты, ер адамдар, сіздер неге үндемейсіздер, дауысымыз қатар шықсын, қайдасыздар деді. 3-4 күннен кейін ер адамдар шыға бастады. Сосын қайтадан біз ер адамдардың дауысына тәуелділі болып, бәлкім бізге қарағанда ер адамдардың дауысы зор болғаннан кейін, аудиториясы мықты болғаннан кейін бір процесстер жүре бастады. Бұл жерде мен сізге түсіндірейін, екі ұдай сезімден. Бір жағынан мен айтамын, нәтижеге кімнің дауысы жеткізеді маңызсыз. Ең бастысы нәтиже болса. Бірақ айналып келгенде біз қайтадан баяғы жартасқа келіп тірелдік. Бұл қоғамда, мысалы, Молдияр Ергебеков, мен былтыр дәл осы уақытта эпизод жасам, ол айтты, қазақ тілі мен қазақ әйелінің жағдайы ұқсас, екеуі де отарланған. Айналып келгенде біз 51% біз Қазақстанда, қанша ер адамдардан көппіз. Біз бірлесе жылдар бойы бізде осындай проблема бар. Бізді естіңіздер, заңды өзгертіңіздер деп айқайлап жатырмыз, бірақ бізді ешкім естімейді. Айналып келгенде Замандас, айналып келгенде Тимур Балымбетов, айналып келгенде Рахим Ошақбаев сияқты, енді олар қазір қосылған адамдардың легінде қалып қалғандаймыз. Енді мен бұл жан айқайымды білмеймін, түсініп жатсыз ба, бұл менде ғана емес. Мысалы, мен қазір әлеуметтік желіні ашсам, көптеген қыз келіншектердің, журналистердің, осы салада ұзақ жылдар бойы жұмыс істеп келе жатқан қыз келіншектердің айтып жатқан уәжі де. Қалай ойлайсың, не үшін бізде әйелдердің дауысы естілмейді? Не үшін бізде маңызды шешім қабылдау үшін міндетті түрде біреу өлу керек, міндетті түрде біреу жаңағы бүкіл ұлжан сияқты күш-жігерін жинап бүкіл жүйемен күресу керек? Не үшін биліктегілер әлі де болса бұл тақырыпты, өйткені билікте отырған, шешім қабылдау жерінде отырған енді басым бөлігі ер кісілер ғой. Олар неге үнсіз? Қалай ойлайсыз осы? Бұл өте күрделі сұрақ негізі. Мен мына әсіресе соңғы кездері болған әйелдердің жан айқайы естілмеді деп айта алмаймын. Естілді, және нәтижесінде біз енді жаймен де сәл-пәл көріп жатқан сияқтымыз. Бүгін депутат Айтмағамбетовтың ұсынған қалай аталды инициативасы, осылай өзгертеміз деген кәдімгі тізімді жіберді. Мен оқып шықтым. Өте жақсы бастама. Жүзеге асса, кәдімгідей біздің мына жүйеміз, алгоритмдеріміз өзгеретін сияқты. Енді сіз сұрап отырсыз, неге ер адамдар айтпайынша өзгеріс болмайды? Себебі біздің қоғамымыз патриархал қоғам, солай қалыптасқан. Оны өзгертуге болмайды емес, болады. Және де сіз басқаларда қазір соған атсалысып жатыр деп ойлаймын. Байқап отырмын, өзгерістер болады. Ер адамдар неге үнсіз дейсіз? Ер адамдар бізде былай ғой, кейде біз әлеуметтік желіге қараймыз да, бүкіл әлем әлеуметтік желідей деп санаймыз. Бірақ ол жалған сезім, олай емес, оған сенуге болмайды. Өйткені әлеуметтік желінің өзінде біз әрқайсымыз өзіміздің кішкентай мына немізде жүреміз, айналамызда жүреміз, кіріп кеткен. Алгоритмдер солай істейді. Сіз бір рет маған лайк бастыңыз ба, менің посттарымды көресіз. Сіз 2-3 рет ана пабликке кірдіңіз ба, сондай пабликтерді сізге ұсынады. Және де сіздің қалыптасатын картинаңыз сондай болып кетеді. Мысалы үшін, профеминистсіз ба, көретініңіз барлығы профеминистік болады. Исламистсіз ба, барлығы сондай болады. Исламистік контент болады. Космополитсіз ба, барлығы Нью-Йорк пен Парижден түсетін суреттер, видеолар болады сізде. Өкінішке орай, алгоритм солай жұмыс істейді және бізді солай алдайды. Сондықтан кейде біз мына посттардың астында ер адамдарды көрмесек, ол ер адамдардың пікірлері жоқ деген сөз емес. Ол ер адамдар мүмкін көрмейді тіпті оларды. Себебі адекватты ер адам әрине келіспейді, әрине қарсы. Бірақ ол да жеткіліксіз. Сен қарсысың ба? Мен ондай емеспін. Мен әйелімді ұрып соқпаймын, балаларымды ұрып соқпаймын деп отыра бермей, үніңді шығару керексің. Себебі сенің орнына басқа құптайтындар, қолдайтындар зомбылықты. Олар тыныш отырмайды.
олар жазады. Мен де ондай комментарийлерді көрдім. Жаңағы менің шығарылымның астында, жаңағы салатын посттардың астында, тек әйелдерді ойлайсыңдар, бізді ойламайсыңдар. Олар өздері тілдеріне қарамай осыған апарып жеткізеді дейтіндер жетеді. Өте көп олар. Сондықтан да адекватты ер адамдарға айтатыным, егер де сіздер шынымен де қарсы болсаңыздар зомбылыққа, онда мен қарсымын ғой деп отыра бермей, үніңізді шығарыңыздар. Ол өте маңызды. Сіз үшін ол бірақ комментарий, ал нәзік жандылар үшін, негізі мына өзгерістер үшін елде болып жатқан, ол нағыз көмек. Ол нағыз сезілетін, күш беретін, қуат, жігер беретін көмек. Сондықтан да үнсіз қалмаңыздар. Мен ондай емеспін ғой деп отыра берейін. Ол шынымен де жеткіліксіз. Неге дейсіз? Неге жоғарыдағылар ештеңе істемейді? Ол жақта қорқыныш бар, ол жақта түсінбеушілік бар, және де біздің ара қашықтығымыз өте үлкен болып кетті. Олар өз істерімен айналысады, олардың өздерінің бір повесткалары бар, соларды орындаумен мәдениет министрлігі бір нәрсе істейді, бюджеттері үлкен бір қаржылар бөлінеді, патриотизмге бөлінеді ма, бір нәрсеге мәдениетке бөлінеді ма, не мәдениет, халық оны түсіне ма, жете ма халыққа, негізі әлде тек қана мына бюджет бар, надо его освоить, надо отчитаться деген нәрсе ма, біз оны білмейміз. Және де заң саласында да солай. Негізі бір бағыт алады ма, сол бағытта жұмыс істейді. Және осындай ғана күтпеген, қайғылы, бүкіл елді көтерген жағдай болғанда кезде олар тоқтап, так, стоп, біз байқамай кеткен бір нәрсе болып жатыр. Деген сәттерде ғана шамалы бізге қарап, елге қарап, нағыз біздің болып жатқан жағдайға қарап өзгеріс енгізетін, енді айдан анық көріп отырсыз ғой, енді ғана енгізіліп жатыр. 20-шы жылы мына бүгінгі біздің қол қойып жатқан петициямыз негізі 21, қателеспесем. 21-ші жылы сайтта пайда болған петиция, сосын тоқтап қалды. Бір дауыс жинай алмай тоқтап қалды. Сосын оған қарсы шыққандар болды. Мына ювеналды заң шығарады, сендердің келіп балаларыңды алып кетеді, мынаған қол қойсаңыздар, балаларыңа сен қатты сөйлесең, қол көтерсең болды. Сосын транс қылады, гей қылады, Европаға жібереді, сендерден алып қояды деген кәдімгі бір ойдан шығарылған нәрсемен қорқытып, соны таратып, олардың дауыстары көп, олар айқайлайды, олар комментарий жазады. Біз болсақ, я даже отвечать на это не буду деп отыра береміз ғой. Это ответить на это, значит, легитимизировать деп отырамын мен кейде, бірақ ойлаймын, мен жауап бермегесін, біреу сол ойда қалады. Расымен де солай екен. Сөйтіп, мына 2 жыл өтті, қайтып келдік сол петицияға, қайтып келдік сол мәселеге. Сол кезде өзгертуге болатын еді. Сол кезде өзгерткенде мүмкін қанша елдің денсаулығы, тіпті жаны аман қалатын еді. Біз тоқтап қалдық сол кезде. Және де Ержан Есімхановтың жазған постымен мен келсем, мүмкін, бәлкім, олардың өзгеріс енгізуге қорқатындары өткен өздеріне тиіп қалады. Көріп отырмыз ғой, кім өлтірді әйелін? Кім күдікті, экс-министр, болашақ программасын тамамдаған, бітірген, оқыған, отбасыдан шыққан, біз интеллигенция деп санайтын адам. Және ол бірінші кейс емес қой. Ондай нәрселер бұрында болған. Қазір шығып жатыр барлығы. Полицияның басшысы, басқалар да өте көп қой. Сондықтан, жұмыс істеу керек, өзгеріс бүгін болады деп, ертең болады деп айту ерте. Бірақ өзгеріс болады. Өйткені прогрессті тоқтату мүмкін емес. Кейде бізге солай көрінеді, ештеңе болмайды бұл елде. Маған да жазады кейбіреулердің соңғы шығарылымның астында, әсіресе көшу керек. Балаларымыздың болашағы, қауіпсіздігі үшін көшеміз. Мынау енді масқара, сұмдық деп. Ол мүмкін біреу үшін жауап, бірақ барлығымыз тұрып көшіп кете алмаймыз. Сондықтан осында тұрғасын, біздің еліміз болғасын, балаларымыз осында қалатын болғасын, біз күресеміз, өзгертеміз. Батыс еліндерінде мұндай бұрын болмаған. Біртіндеп өзгерді. Мен мысал үшін Америкадағы достарым, таныстарым, олар ажырасудан қорқады. Себебі ажырасқанда заң әйелді қолдайды. Дымсыз қалады. Менің ондай достарым бар. Ажырасты ма, үй әйелде,
ақшасы жинаған бүкіл жиған терген әйелде балаларына, әйеліне қалады. Ол өмірін қайтадан бастайды. Бізде керісінше ғой. Бізде әйел ажырасты ма, оның алдында бірнеше жыл үйде отырды, балаларға қарады, күйеуіне қарады, өзіне кәдімгідей өзін стопқа қойып, жұмыс істемей, дамымай, кейде ол да бар, дамымай, үйде отырып қалып, достардан айырылып, таныстардан айырылып дегендей. Кейін ажырасқаннан кейін жұмыс жоқ, тәжірибе жоқ, қолдайтын таныстар жоқ, өйткені барлығын мына отбасым болсын деп бере салады. Ол да өте үлкен мәселе. Біз қыздарымызды өздерін бағалауды үйретпейміз. Сен маңыздысың, сен лайықтысың, әрине. Сені біреу жақсы көрсе, кәдімгідей дұрыстап жақсы көру керек. Келісе салуға болмайды. Шақырып жатыр ғой деп шыға салайын деуге болмайды. Зомбылық деген нәрсе, қол көтеру деген нәрсе тіпті дискуссия болмау керек. Ол талқыланбайтын нәрсе. Ол постулат. Ешкім саған қол көтермейді. Барлығымызда біз мысалы үшін мен жиі еститін сын, айта бересің сендер, қалада тұрасыңдар, ақшаны табасыңдар, қыруар, миллиондап, сендер бізді түсінбейсіңдер. Кейбіреулер айтады, мен де үйде зорлық-зомбылық көргенмін, менің әкем анамды ұрды, бізді ұрды, сондықтан ол мен үшін норма болып кеткен, қалыптасып кеткен. Айналайын, сен оның норма болып кеткенін түсіндің ба, онымен жұмыс істе, өйткені ол дұрыс емес, ол біріншіден сені құртады, сенің өмірің бақытсыз болады. Ер адамға айтып отырмын. Сен бақытсыз боласың, сен ешқашан тыным таппайсың, ешқашан жайлы өмір сүре алмайсың сен. Себебі сенің ішінде мына отырған травма, ол тек өсе береді. Сондықтан түсіндің ба, барып онымен жұмыс істе, өзіңмен күрес, қасыққаның қалғанша күрес барып өзіңмен, ақындар айтқандай. Сондықтан түсіндің ба, байқадың ба, бар, инструменттер бар, психологтар бар, достарыңды таңдай біл. Жас ержігіттерге айтарым, айналаңды таңдай біл. Егер сенің айналаңда тек осының барлығын қолдап, прикол ұстап, осындай сериал киноларды көріп, осыны норма деп санайтындар болса, сен бейімделесің оған, сен өзгересің оларға қарап. Сондықтан кім сенің досың, қай айналада жүрсің, құндылықтары қандай, соған міндетті түрде қарау керексің сен. Бірақ әрине, енді сіз айтасыз, ер адамдар, әйел адамдар, бұл барлығымызға, бұл тек қана енді салтанат өлді, деп, немесе ұлжанның кейсін қарадық деп, тек қана әйелдерге қатысты нәрсе емес қой. Бұл барлығымызға қатысты нәрсе. Және де заңның орындалмауы әрқайсымызға әсер етеді. Өйткені бүгін ұлжанның заявлениесін қабылдамаса, ертең менікін қабылдамайды. Өйткені ол да олар үшін висяк ретінде қалып қоюы мүмкін. Оны да құрсыншы керек емес, едім дальше деп жаба салады, немесе қысым көрсетіп, қалдыртпайды дегендей. Сондықтан бұл барлығымызға әсер ететін, біздің өмірімізге, біздің ата-аналарымызға, біздің балаларымызға және өзімізден бастайықшы, біз сепарациядан өтпейміз. Жаңағы үйде зорлық-зомбылық көрдім дейді. Сондықтан мен өзімді өзгерте алмаймын. Немесе әйелдер жатады. Ол енді маған қол көтереді, бірақ ол соны үйде көрген. Сондықтан енді сөйтіп тәрбие көргесін, ештеңе істей алмайсың деп ақтап отырады. Оны несіне ақтайсыңдар? Мен мысалы үшін, мен де талай зомбылықты үйде көрдім. Біздің үйде әкеміз қол көтерді деп айта алмаймын, бірақ көптеген ағаларымыз, тәтелеріміз болды, көршілеріміз болды, нағыз келін дейтіндей көрші апамыз болды. Керемет, сондай бір жүзі жылы, ашық, сондай күнде таяқ жейтін, күнде беті көгеріп, не істесе де дұрыс істемейтін, не істесе де жақпайтын. Үлкен қоралары бар, малы бар, қайнатасы, енді барлығына сәлем береді, істеген, талап еткен барлығын істейді. Керемет келін, эталон келін. Екі ұл баланың анасы, бірақ жақпайды. Өйткені абьюзерге, қол жұмсайтын адамға ол маңызсыз.
ол тек қана сылтау. Ол мына интернетте отырып қырта беретіндердің сылтауы. Өзі жеткізді, өзінің кінәсі бар, тіліне қарамайды, анау мынау дейтіндей. Сондықтан егерде әрине мына сөзді біз қазір күнделікті естіп жүрміз, шаршағанда шығарсыңдар, бірақ қол көтерді ма? Кінә қол көтергенде. Қол көтерген адам кінәлі. Сен көтере алмайсың ба сөзін, қашып кетіп қал. Сен тұра алмайсың ба, ажырас, кетіп қал. Қол көтеру деген нәрсе. Оның үстінде біздің елімізде мына әңгіме көп адамға ұнамайды, бірақ ол діннің де ықпалы ғой. Діннің ықпалы, өйткені біздің елімізде көбінесе дінге келетін болсақ, ислам діні. Ислам дініне әйел мен еркек тең емес. Тең емес. Қалай айтсаңдар да сендер. Дұрыс оқысаңдар, тең емес. Ол шындық, ол ақиқат. Сондықтан олай айтпаңыз, ислам мінсіз, бірақ мұсылмандар мінсіз емес дейтіндер. Егер барлығыңыз мінсіз болмасаңыз, мінсіз емес болсаңыз, яғни, онда ол да исламның көрсеткіші. Онда исламның біздің қоғамға жасап жатқан ықпалының көрсеткіші. Өйткені бізге Құранды бастан аяғына күнде оқымайтындарға исламның айнасы сіздер. Кеше ана орта подкастты көріп қалып, кәдімгідей өкініп қалдым мен. Жахалиппен болған шығарылымда талқылап отыр кәдімгідей, қателеспесем, олардың шақырған қонақтары криминалист па, сондай бір нәрсе. Қателесу мүмкін, бірақ қарап шығу керек, мүмкін тапсаңыз үзінді саларсыз. Сол айтып жатыр, қызды зорлағанда үш маңызды себеп. Үш маңызды себеп. Дұрыс жерге бармау, дұрыс киім кимеу, дұрыс уақытта болмау. Соған ана столда отырған ер адамдар дейді, Жахалип сол кезде вторая причина не в том одета деп кәдімгідей. Мол, мы же вам говорили деп отыр да. Мен ана жерде жарыла жаздадым кәдімгідей. Не то, чтобы я фанат, не то, чтобы я восхищался. Бірақ енді шамалы ойлау керек қой. Ауызды шамалы байқау ашу керек қой. Қаншама аудиториясы бар. Мақұл, сен исламдасың ба? Керемет. Сен әйелің хиджабтама? Керемет. Өзіңе қарсы емеспін, сенің өмірің. Бірақ бүкіл елге осылай айту енді бұл масқара. Және де бізді артқа тарту. Оған сенетіндер де көп қой, мысалы. Сол ақпаратты негізге алып. Мен есімде, мен жүгірумен айналсам 6 жыл болды. 6 жылдан асты. Сосын енді жазда шортымен жүгіресің ғой. Кешке 7:30-да тренировка басталады, 10-ға таман үйге қайтамын. Серік Ибрагимовтың сол кезде бірнеше жыл бұрын өлеңі шыққан, қысқа кимеші қарындас деген. Есімде. Мысалы мен... Сәлем. Мен тренировкадан келе жатырмын, түн. Кеш енді кәдімгі жүгіріп, жазда сіз енді шортымен жүгірмесеңіз, білмеймін немен жүгіретініңізді. Тіпті қыста да... Еркекке болады ғой, ер адамға болады шортымен жүгіруге. Түнде жүре ма, күндіз жүре ма, маған болмайды, иә. Сосын мен үйге тренировкадан кейін 2 квартал үйіме дейін стадионнан келе жатсам, сол музыканы бақыртып қойған бір машина, да тола жігіттер мені қаға жаздады. Тырқылдап жатыр да, олар прикол ұстап жатыр да, енді машинасы маған, мен енді жүретін жол жоқ, бізде енді жолды білесіз ғой, пешеходқа өте ыңғайсыз жол. Сол музыканы бақыртып қойған, мені қаға жаздап, былай қасымнан сізді қорқытып. Мені қорқытпақшы болды. Қорқытпақшы болып өтті. Анау музыка бақырып тұр, жігіттердің қарқылдап күлген дауысы. Сонда олар ойлайды, Серік Ибрагимов өзінше бір өлең айтты, ол оның артында қандай жауапкершілік тұрғанын білмейді. Мен сияқты кешке тренировкадан келатқан қызды, әйелді, келіншекті маңызсыз қорқытатын осындай ақылсыз жігіттер өте көп, себебі болар еді. Ол қысқа киіп баратыр, ол дені дұрыс қыз емес. Ол шақырып жатыр, тілеп жатыр өзі. Дегенде сондай бір сенім бар ғой. Сенім бар. Сондықтан мен ойлаймын, сен үлкен артыңда аудиторияң бар,
адам болсаң тіпті әшейін отбасың, сен бәрі кез келген адам бір қандай да бір қауымдастықтың мүшесі ғой. Сенің сөзің, сенің әрекетің, сенің жаңағыдай подкастта айтқан ойың, өлеңің, әнің, оның бәрінде артында үлкен жауапкершілік бар. Себебі саған көзсіз сенетін, сені құдайдай айтқан сөзіңе иланатын адамдар өте көп. Оның үстіне жауапкершілік болғанда, ол өмірде физикалық тұрғыда әсер тигізеді. Кәдімгі әсер болуы мүмкін біреуге сенің сөзінен. Сосын мен тренировкаға енді бәрі де барам ғой. Сосын кешке жүгіріп біткеннен кейін залға кіріп қайтадан киімімді ауыстырып шығамын да, сосын мен тренерім айтады, Айнель, не үшін жасайсың? Ол орыс кісі, Екатерина Шатная. Ол айтады, бара бермейсің ба? Мен қорқам. Менде ұзақ уақыт бойымда үлкен қорқыныш болды. Мен осы уақытқа дейін ештемені ойламай, алаңдамай жүрген адам, сол жағдайдан кейін бір 2 айдай бір бойымда қандай да бір қорқыныш пайда болды да. Тренировкадан қой құрсын, Құдай сақтасын, мен 2 остановка болса да, 1 остановка болса да шалбарымды киіп алайын деген сияқты мысалы менде ой болды. Ол маған көптеген мысалы ыңғайсыздықтар алып келеді. Кейін енді ол нәрселені шешуге мүмкіндік болды, бірақ сонда ойлаймын да, қандай біздің қыздар, балдар бір жағынан қалжыңдадым деп ойлауы мүмкін ғой енді әшейін, бірақ соның артында енді мәдениеті төмен болып тұр ғой. Сондай жағдайлардан қыз балалардың зардап шегетін, қандай да бір психикалық, эмоционалды зардап алатын жағдайлар өте көп. Енді мынау мысалы жаңағы сіз айтып жатсыз ғой, біз әйел, қыз демей, мынау еркек демей, осы мәселеге бірдей дауыс көтеруіміз керек деп. Ол рас, мысалы енді салтанаттың кейсі соған алып келді, бірақ қаншалықты деңгейде бұл шынайы деп ойлайсыз қазір? Мысалы ер адамдар ұзақ уақыт күтті ғой, 3-4 күн күтті, сосын жаңағы менікіндей әлеуметтік жауапкершілік сезініп, сосын ұялғаннан, мысалы ойбай, Тимур айтып жатыр ғой, мен мынау тақырыпқа үн қатпасам болмайтын шығар деп үн қатқан, бірақ ісі мен сөзі сәйкес келмейтін мысалы жігіттер өте көп. Мысалы мен қазір сізге Айсұлу Тойшыбекова деген журналист білесіз бе? Айсұлу өзінің инстаграм парақшасында орыс тілінде былай жазады, орысша оқи берейін енді. В этом посте я не хочу привязываться к конкретным событиям, которые подвели черту нашему терпению. Я пишу о сложной системе иерархии, в которой мы помещены, и том, как дисбаланс власти проявляется не только в гендерном насилии, но и шире во всех аспектах жизни женщины в Казахстане, дейді. Я считаю, что мы должны призывать мужчин не оставаться в стороне, и что они должны всячески поддерживать женщин в их борьбе против угнетения. Но мужчины должны сначала научиться настоящей поддержке женщин, а потом начать активно внедрять эти практики в свою ежедневную жизнь. Именно ежедневную жизнь, а не когда, простите, петух в задницу клюнул, дейді. Және как поддерживать женщин дегенде, давать им видимость и давать их голосам быть услышанными. Я вижу, что некоторые мужчины не молчат и говорят о том, что насилие нормально. В то же время я вижу, как мужчины на этом становятся еще популярнее, а женщины, которые более осведомлены и следовательно могут дать более широкую картину о системе насилия над женщинами, так и остаются на уровне своей аудитории или максимум выходят на новую женскую аудиторию, дейді. Яғни осындай тағы жазған, это как с выражением «богатые богатеют», а еще это напоминает мне про хороших русских. На трагедии всех женщин мужчины заявляют о своей позиции с разной степенью полезного содержания и получают буст социального одобрения, укрепляют свой статус хорошего парня, дейді. Мынау енді қызық ғой, бірақ менің бұған жеке көзқарасым мынандай болатын шығар. Окей, мен келсем, мен де көрдім, бірнеше ер адамдар тек қана жазу керек қой деп жазды. Для отмазки, для отписки. Біреуін көріп қалып сторизден я отписался. Бірнеше жыл бойы подписан болған, оқып жүрген, өйткені жазғаны былай болды. Так ужас какой, что происходит, так много негатива, просто какой-то кошмар. Я от этого устал. И сосын келесі сторис. Ладно, и это тоже пройдет, деді. Не қолдау, лучше бы ты молчал. Реально, лучше бы ты молчал. Я разочарован. Дедім де отписаться деп шығып кеттім. Ондайлар әрине көп, және популистер көп. Осының қолданатындар көп.
бірақ сіз өзіңіз айтқандай мен бұл тақырыпты кеше көтерген жоқпын. Мен үшін өте маңызды тақырып. Бала кезімнен, өйткені айтқанымда үйде көрдім, отбасымда көрдім. Өзім үшін менің отбасымда бұндай болмайды деп шештім. Болдырмауға барынша талпынам, тырысам деп шештім. Және де тек өзіме ғана жауап бере аламын. Окей, кейбір блогерлер жазады ер адамдар, және де оның арқасында аудиториялары үлкейеді. Үлкейетін себебі, жаңағы өзіміз айтқандай, ер адамдар көп сөйлемейді бұл тақырыпқа байланысты. Сөйлегесін әйел кісілер көреді да, не деген жақсы ой, ақыр соңында біреу айттау, қолдайым, жазылам, таратам деп жазылады. Мен оны білмеймін, негативті, жаман нәрсе деп қалай айтам. Үнсіз қалмаңыздар дейміз, үнсіз қалмайды, айтады. Әлеуметтік желілер осылай жұмыс істейді. Біреудің ойы біреуге ұнады ма, тарап кетті ма, аудиториясы нығаяды, өседі. Солай. Әрине арасында осыны қолданатындар, және де статистикаларын көтеретіндер бар да шығар, бар, жоқ емес. Бірақ так бывает. В статистике тоже так бывает. Погрешность бывает деген нәрсе. Сондықтан білмеймін, Айсұлудың жазып отырғаны әрине өте маңызды, өте күрделі нәрсе. Мысалы үшін иерархияны айтып отырмыз, бірақ біздің елімізде, біздің билікте отырғандардың санының арасында әйелдер мен ер адамдардың тең болмауына біз міндетті түрде көңіл бөлу керекпіз, сонымен жұмыс істеу керекпіз. Бірақ мына қазір болып жатқан нәрсеге көңіл бөлмеу керек деген сөз емес қой. Мысалы үшін біреу ешқашан ойламаған біздің елімізде осындай қорқынышты жағдайлар күнде болып жатыр. Өйткені олар үйде көрмеген, кездестірмеген. Болады ондай. Ол өтірік емес, ол болады. Бақытты адамдар қызғанамын оларды. Өйткені балалық шақтары бақытты болды, ата-аналары бір-бірін құрметтеді, бағалады. Керемет ол. Және де олар енді қазір ғана біліп жатса, және де үнсіз қалмайым, қолдайым деп жатса, ол деген жақсы нәрсе ғой. Оны вот обязательно вы сегодня только решили на этом нагреть руки деп қарауға болмайды оған. Өйткені оның өзімен де біз қарап тоқтатып жібереміз. Қазіргі мына болып жатқан үлкен өте мықты толқынды. Бұл толқын тоқтамау керек. Бір өзгеріс болмайынша, заңды тұрғыда болмайынша, бұл толқын тоқтамау керек. Менің ойым сол. Әрине, басқа өте маңызды феминизмге және де әйел құқықтарына қатысты мәселелермен жұмыс істеу керек. Және де онымен жұмыс істеп жатыр басқа адамдар. Қай мәселеге қарасаң да, тек қана бір тұсынан қарауға болмайды ғой. Барын енді совокупны шешу керек. Сол жолдамыз деп ойлаймын, деп үміттенемін. Біз енді жалпы мен де осы ойды ойладым да, неге біз бір жағынан өзіміз айттық, ер адамдар үнсіз қалмаңдар дедік. Екінші жағынан енді олар да өзінің позициясын бәлкім мен бірнеше уақытты талап еткеннен кейін ғана барып шешімін, ойын айтқаннан кейін енді олардың артында бір қандай да бір популизм тұрды ма, тұрмады ма деп қаншалықты деңгейде біз басымызды соған уақытымызды кетіруіміз керек деп ойлаймын да. Бір жағынан енді оның артында да, мысалы жаңа мен сізге өзімде оның алдында айттым, қазір Айсұлудың да постын оқыдым, мен онды өзіміз осы ортада жүйелі түрде қызмет атқарып, жайлап, ақырындап жүйені өзгертуге өзімізше тырысып жүргеннен бізге жаңалық болмағаннан кейін, бәлкім бізде осындай бір шаршаңқы сезім бар шығар деп те оны бір енді түсінгім келгендей болады да. Бірақ сіз дұрыс айтасыз, толқын жалғаса беру керек, және ол толқынды кім жылжытады? Маңызсыз да. Қазіргі уақытта меніңше ол маңызсыз. Және де жаңа петиция жайлы жазады ғой, неге 80-90% қол қоятындардың әйелдер деп. Ол сұрақты қою керек, ер адамдармен жұмыс істеу керек. Бірақ 100 мыңнан асқасын ол маңызсыз қазір. Жоғарыда қарайтындардың перспективасынан айтып тұрмын. Маңызсыз. 100 мың адам 2 күннің ішінде петицияға қол қойды. Ешқандай боттардың жоқ екенін дәлелі бар. Сондықтан да реакция болады. Реакцияны біз күтеміз міндетті түрде. Болмаса әрі қарай жұмыс істейміз, басқа инструмент табамыз. Қоғам болып,
сіз мен бізді айтып отырған бірақ қоғам болып. Сондықтан да шешілмеген мәселелер көп, бірақ егер де қазір мына толқын арқасында біз 1-2-100 мың әйелдің жанын сақтап қалсақ, онда кімнің қол қойғаны, кімнің қашан пост жазғаны маңызсыз. Мен үшін солай. Өйткені ең маңыздысы ол біреудің өмірі, біреудің денсаулығы. Кейде мына активизм деген нәрсе өте жақсы нәрсе, бірақ активизмге басыңмен сен жаныңмен беріліп кеткенде, бүкіл эмоциямен беріліп кеткенде, кейде былай үстінен қарау мүмкін болмайды. Мүмкін болмай кетеді, өйткені сен сонымен оянасың, сонымен түнде ұйқыға барасың, және де сен 10 жыл бойы осымен жұмыс істеп келе жатасың, сенің постыңа 1000 лайк қоймайды, сосын ешқашан бұл туралы ештеңе айтпаған адам бір жаза салады да 100 000 лайк жинайды. Әрине, сен оған қарайсың да ойлайсың, это несправедливо. Несправедливо. Мен өмірімді, уақытымды, жастық шағымды осыған арнап жүрмін. Бірақ оны ешкім байқаған жоқ деп. Ол сезіммен де жұмыс істеу керек, әрине. Және де ең алдымен өзіңмен қашық тұрғыда енді сөйлесіп, шындықты айта білу керек. Не үшін істеп жатырмыз біз бұны? Біреу лайк басып, комментарий жазып, мені қолдасын деп па, әлде өзгеріс болсын деп па? Мен Айсұлуды қазір кінәлап жатқан жоқпын, айыптап жатқан жоқпын. Мен жазған сөзін түсінем. Мен онымен келсем. Бірақ қазіргі мына біздің халімізде, жағдайымызда нәтиже маңызды. Нәтиже. Енді бұл жерде Айсұлуды мен бір адамдай түсінем, себебі бізде сөзімен ісі сәйкес келмейтін ер азаматтар өте көп. Тіпті үлкен мінберлерден мен либералмын, мен әйелдерді қолдаймын дейтін жігіттердің өзі сені іс жүзінде қолдамай жатады. Мен оны өзім бір жылдың ішінде қатты сезіндім, себебі YouTube'қа келгеннен кейін мен өте қолдауға қатты зәру болдым. Және көп адамдарға хабарласқанда енді қызық жауаптарға тап болып жаттым. Бірақ осы жерде бір қызық оқиға есіме түсіп отыр. Үлкен вечеринкаға бардым, кешкі достарымызбен, таныстарымызбен. Ол жерде либерал жігіттердің, қаймақтардың бәрі болды. Сосын мен сәл кештеу келіп қалдым да, ол жерде бәріміз жаңағы әркім өзі бір нәрсе пісіріп алып келеді, сол ортақ дастарханға қоямыз деген бір келіскен болатынбыз. Сосын келсем, аулада жігіттердің бәрі әңгіме соғып тұрды. Қарайым, қыздар жоқ, ешкім жоқ. Сосын қыздар қайда десем, асханада дейді. Сосын мен асханаға барсам, білдей жаңағы қызмет атқаратын, әртүрлі әлеуметтік жағдай, әртүрлі, енді былай қарасаң, біреуміз бастықпыз, біреуміз әшейін қызметкеріміз дегендей, біреу салат турап жатыр, біреу ыдыстарға алмаларды жуып салып жатыр. Мен күлкім келді. Бұл біздің шынайы қоғамның көрінісі. Себебі ана жігіттердің бәрі үлкен сахналарда, жаңағы оларға площадка көп беріледі ғой, тіпті спикер ретінде жігіттерді бізде көп шақырады. Тіпті қандай да бір форумға барсаңыз, 8 адамның 6-ы, 7-і ер адам болады. Елдің алдында жүрген белді кісілер. Бірақ іс жүзінде олар бәрібірде асхана әйелдің ісі деген ұстанымда өмір сүреді. Мен сол кезде ойладым, міне дәстүрлі көзқарас. Дәстүрлі көзқарас. Сосын жаңағы жерде біз далаға тамақтарымызды шығарамыз ғой. Біреусі де келіп көмектеспеді ғой. Тимур, мен сізге шын айтамын, мен өтірік айтып тұрған жоқ. Бәріміз тыпырлап, сосын мен досыма сол жағдайды айтсам, ол қайттан мен өзімнің кінәлады. Ол айтады, ал сен неге, саған кім бөгет жасады, сен де сол жігіттердің қатарына барып тұрсаң, саған олар салат әкел, алма әкел демейтін еді ғой дейді. Айналып келгенде мен де сол пікірге бірінші сеніп қалдым. Мен шынымен өзім жынды ұқсап асханаға жүгіріп кеттім деп ойладым да. Кейін мен ойладым, бұл да біздің қоғамның көрсеткіші. Айналып келгенде сенің өзіңді кінәлау. Сен ешкім асханаға бар деп айтқан жоқ қой, сен өзің бардың. Немесе неге көмек сұрамадың? Неге көмек сұрамадың деген сияқты, Міне, енді сондықтан қазір толқынның жүріп жатқанына, енді бұған өте қайғылы жағдай әсер еткенмен өте
шын мәнінде қайғырамын. Себебі осы жаңағы айтып жатырмын ғой, осы салада жүрген адам ретінде біз 20 жылда айтарлықтай нәтижеге жетпедік. Сол 400 әйел деп әлі айтамыз ғой. Мен жыл сайын соны айтамыз да. Ол шын мәнінде өтірік статистика. Әрине. Оның артында шын мәнінде қанша отбасы, қанша әйелдің тағдыры жатқанын білмейміз. Бірақ меніңше қазір енді жігіттер үн қосып жатыр, пост жазып жатыр, қандай да бір белсенділік танытып жатыр. Бірақ менің жалғыз бір тілегім сіздің сөзіңіз бен ісіңіз бір жерден шықса екен деген. Қашан қоғам өзгереді деп ойлайсыз? Осы қашан бізде билік шешім шығаратын жерде әйелдердің қатары артады, отбасында зорлық зомбылық көрмейтін әйелдердің қатары көп болады, бақытты қыз келіншектердің қатары көп болады деп сіз бір жақын перспективада сол мүмкін деп ойлайсыз ба, Тимур, өзіңіз? Шынына келетін болсақ, енді жақын перспектива деп айта алмаймын. Керемет болатын еді, бірақ бізді мына жағдайға әкелген бір жылдың жұмысы емес, бірнеше режим, бір талай жыл. Сондықтан бұны 1-2 жылдың ішінде өзгерту, заңды өзгертуге болады. 1 жылдың ішінде өзгертуге болады, 2 жылдың ішінде өзгертуге болады. Бірақ мәдениетті өзгертіп, сол мәдениеттің статус-квоға, статус-квоға айналуы, ол үшін уақыт керек. Оны мәдениет танушылар да, психологтар да айтады. Біз негізі барлығымыз біз бір қауақ немесе бір бос құмыра сияқтымыз ғой. Ішімізге не құяды, сонымен толамыз. Сол сияқты. Егер де біз барлығымыз бір ел, бір қауым болып, бір қоғам болып, ұл қыздарымызға дұрыс құндылықтарды берсек, дұрыс нәрселерге үйретсек. Мысалы үшін біздің де отбасымызда ондай мысалдар бар. Мен қазір ұлымыз 2-де, күшінің бар екенін сезіп келе жатыр. Және де сол күшін қолдануға ұмтылады. Кейде нянясына, мамасына атата деп келіп көрсеткісі келеді. Осы сәттен бастап үйретіп жатырмыз. Сенің күшің ол сенің үшін емес, ол біреуді ұру үшін емес, ол ұсыну үшін. Кішкентай болса да түсінеді. Өте ақылды бала түсінеді. Және де негізі балалар ақылды, негізі балалар өте сондай пластичный ғой. Біз не береміз, не құямыз, соны қабылдайды. Сондай болып өседі, сондай болып қалыптасады. Сондықтан біз өзімізден бастамасақ, мен тұрмыстық зорлық зомбылықтың 100% дұрыс емес қабылдамайтынымды өзім түсінбесем, мен қалайша оны басқа біреуге үйретемін? Мен қалайша оны балаларыма әрі қарай берем? Бере алмаймын ғой. Өзіммен жұмыс істемесем, өзіммен күреспесем, әр адамның ішкі күресі бар. Ешкімде осындай сіздердің алдарыңызда әп-әдемі, идеальный, мінсіз болып отырып келген адам жоқ. Егер олай көрінсек, ол өтірік, олай емес. Мен де шаршаймын, мен де кейде ештеңе істегім келмейді, мен де кейде түнде тұрғым келмейді, әйеліме көмектескім келмейді. Бірақ менің басты мақсатым бақытты болу. Үйімнің, әйелімнің, отбасымның бақытты болуы, жайлы болуы. Сондықтан мен сол үшін тұрам, мен сол үшін көмектесем, мен сол үшін өзіммен жұмыс істеймін, мен сол үшін тілімді тістеймін. Кейде бір нәрсе айтқым келгенде, шаршап тұрғанымда, мен кетіп қалам кәдімгідей. Жақын арада біз сөйлестік, Лаура бір нәрсе деді, маған қатты дейді, өйткені оның алдында 3-4 түн дұрыс ұйықтамадық, кішкентайымыз бар. Мен 3 күн сөйлеспедім. Мен 3 күн кәдімгідей сол ой мені мазалады, бірақ мен ұстап тұрмын, өйткені ол да 3 түн ұйықтамаған. Мен түсінемін, қазір айтсам қатты тиеді. Қазір айтсам екеуміздің де эмоциямыз кәдімгідей қайнап тұр. Бір-бірімізді түсінбей қаламыз. Сондықтан мен ұстаймын оны. Сосын шамалы бір демалғасын, дегесін жақындап айттым. Өткенде осындай әңгіме болып еді, маған қатты тиді. Қатты деген себебі мынау да мынау осылай. Сосын ол түсіндірді неге олай айтқанын. Мен де оны естідім, түсіндім неге олай айтқанын. Кәдімгідей құшақтасып, дедік, жеңілдеп қалдық, екеуміз де. Сондықтан өзімізден әрине бастау керекпіз, ол сөзсіз. Бірақ дұрыс маңызды
өзгерістерді талап ету керекпіз, және талап еткенде бәріміз бір болып талап ету керекпіз. Онсыз болмайды. Қазір кейбіреулер ойлайды, шынымен мен кейбір желі қолданушыларының пікірлеріне қарасам, ой, бұл тек әйелдерге керек нәрсе ғой. Бізді құл қылып ұстағысы келеді. Бізге ештеңе істетпей. Бір әу десем, бір десем, бірден мен түрмеге отырғысы келеді. Ол қорқыныштың белгісі. Себебі түсінеді екен, біледі екен. Егер заңды тұрғыда зомбылық үшін айыпталатын болса, онда өзгеру керек. Өзгерісті ешкім ұнатпайды. Өзгеріс барлығымызға жеңіл берілмейді. Сондықтан мен айтарым сол, өзімізбен жұмыс істейік. Менің мысалы үшін мына тақырыпты қозғап жүрген себебім, шынымды айтам, ол өзім үшін, ол мен үшін. Өйткені мен дамыған елде өмір сүргім келеді. Мен заңдары кәдімгідей жұмыс істейтін, және де әрқайсымыз заң алдында тең болатындай мемлекетте, қоғамда жұмыс істегім келеді, өмір сүргім келеді. Және де отбасыма, балаларыма да соны тілеймін. Сондықтан алданбаңыздар, мен бір не деген керемет активист, не деген қоғам белсендісі деп ойламаңыздар. Менің істеп жүргенім өзім үшін, менің жақындарым үшін. Және де әр қазақстандықтың перспективасы сондай болу керек. Өйткені ол Ұлжан қана емес, ол Салтанат қана емес, ол Ажар еді Қызылордадағы болған жағдай, масқара деген сендер танымайтын қыздарға қатысты ғана нәрсе емес. Ол ертең өкінішті, қорқынышты ой, бірақ ол ертең барып оған тірелесіздер. Қандай да бір түрінде ол сізге әсер етеді. Құдай сақтасын, сіздің балаларыңызға, жақындарыңызға әсер етеді. Сондықтан да үнсіз болуға болмайды. Рахмет, Тимур. Алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге, бәлкім мен сұрамаған, бірақ айтқыңыз келген мәселе болса, мархабат, қосып кетсеңіз болады. Сізге рахмет. Мен үшін өте қызық болды бүгін, қызықты өтті деп айта аламын. Шынымен де дайындығыңыз үшін рахмет. Біраз күттіңіз, кешірім сұраймын, жедел келе алмағаныма, бірақ сіздің де бүгін байқап отырмын, жаңа бір деміңіз ашылған сияқты, және сізде болды, мен ютубермін деп кәдімгідей бүкіл күшіңізді салып жұмыс істеп жатқаныңыз сезіледі. Сәттілік тілеймін сізге. Көрермендерге айтарым, жаңа өзімізден бастайық дедім. Кішкентай нәрсе болса да көріп жатсаңыздар, бір заңсыздық болсын, біреуге қол жұмсап жатса, дөрекі сөйлеп жатса, менің мәселем емес, менің проблемам емес, менің отбасым емес деп өтіп кетпеңіздер. Өйткені дәл сол сәтте өзгеріс басталады. Дәл сол сәтте біз былай барамыз, былай барамыз. Бұл пафосный бір нәрсе болып естілуі мүмкін, бірақ жасым 41-де қазір, және де осы көзқараспен өмір сүріп келе жатырмын, және де әзірше қателесем деп сізге айта алмаймын. Кейде біздің жақындарымыз бізді қатты уайымдайды ғой. Мынау туралы айтпашы, бұл туралы жазбашы, қоя қойшы деп айтады. Мен айтам, мен өзім үшін жазамын. Мен өзім үшін айтам бұны. Өйткені біз қазір барлығымыз үнсіз қалсақ, жағдай тек бұдан да жаманырақ болып кетеді. Сондықтан бірге өзгертейік. Рахмет, Тимур. Расында да жаңа Тимур айтып жатыр ғой, жаңа деміңіз ашылған сияқты деп. Мен әдетте подкастыма танымайтын адам шақырмаймын. Мен сізді өмірде былай бетпе-бет кездескен емеспіз ғой, Зумда кездестік. Зумда кездестік, сондықтан бірақ сіздің сұхбаттарыңызды көру арқылы жаңағы сіздің тұрақты көрерменіңіз, тыңдарманыңыз болғандықтан мен Тимурды бір баяғыдан бері білетін, бір ортақ құндылықтарымыз бар адам ретінде сезіндім да. Сондықтан енді қазір араға 6 ай салып қайттан эпизод жазып жатқанда басында кішкене толқыдым, бірақ бір емін еркін, өзіме өте ыңғайлы, жақсы форматта өткен бір әңгімелердің бірі болды. Рахмет сізге. Енді бағана айтып жатырмын ғой, Динара сізді ашпаған сияқты, Дөпсі сізді ашпаған сияқты, мен жайлы естіп айтатын шығар. Себебі
құрылым болмады. Мен алдын ала дайындалғанмен қалай өрбиді екен әңгімеміз, не жайлы айта алар екенбіз деген сияқты менде күмән да ой да болды. Бірақ көптеген көкелеріңіздегі сұрақтарға жауап таптыңыздар, ойлануға түрткі болатын сұрақтарға тап болдыңыздар, ойларға тап болдыңыздар деген ойдамын. Сондықтан ой детоксты тыңдап, қарап, көріп, естіп жатқан қосымшаларыңызда бағалап, пікірлеріңізді қалдырып жатқандарыңызға рахмет. Неғұрлым мен айтам, қазақ тілінде тұрақты контент жасайтын қыз бала мен ғанамын, былай қарасаңыз, өйткені ер адамдар өте көп. Сондықтан қазір біз айтып жатырмыз ғой, қыздарды қолдайық, сөзден іске көшейік деп. Мен енді осы алаңды пайдаланып сіздерге үлкен өтінішім бар. Көріп жатсаңыздар, естіп жатсаңыздар, мені тыңдамайтын, танымайтын аудитория бар болса, өздеріңіздің таныстарыңызға, достарыңызға таратыңыздар. Әйелдердің дауысы қаттырақ шықсын, көбірек шықсын, ер адамның дауысына тәуелділік төмендей берсін. Сондықтан ой детоксты осылай қолдай аласыздар, мені осылай қолдай аласыздар деген үлкен бір өтінішім бар. Менің арнама жазылыңыздар, міндетті түрде пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және бұйырса келесі эпизодтарда аман есен естіскенше, көріскенше сау болыңыздар.